Қайырлы күн, құрметті достар. Либо түшкірем мен, либо жөтел. Ана ести жауапты шүрсе. Камера қарамай отырсың ғой, мен жаңа ұялым камерада негізі. 1, 2, 3. Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін бізде қонақта бірінші потокта оқып кеткен біздің шәкіртіміз Аружан. Аружан, қош келдің. Қош көрдік. Негізі осы Аружанмен видеоны алдағы уақыттарда біз түсіргіміз келген, бірақ та біз уақыттың тығыздығына байланысты біресе Аружанның уақыты болмай, немесе кей кездерде біздің уақытымыз болмай осы видеоны түсіре алмай жүрдік. Енді сәті бүгін түсіп отыр екен. Осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздер үшін пайдалы, жақсы видео болады деген ойдамыз. Ендеше Аружан, өзің туралы біздің оқырмандарға қысқаша бір ақпарат бере кетсең. Жақсы. Менің есімім Аружан, жасым 21-де. Негізгі мамандығым музыка пәні мұғалімі. Қазіргі таңда тендермен айналысып жатырмын. Тамаша. Енді музыка мен тендердің бір ұйқастығы бар ма? Жоқ, ешқандай ұйқастығы жоқ. Өзің мамандығың бойынша жұмыс жасадың ба жалпы? Жасадым, бір 3 ай көлемінде жасаған шығармын. Енді ары қарай неге жалғастырмадың? Қызық емес. Қызық емес болды, жақсы. Ендеше біздің жалпы тендерға біздің курс туралы қайдан естіп келдің негізінде? Таныстарымнан естіп келгем негізі. Осылай тендерға қатысып көрейік, курсын оқиық деген. Негізі менің есімде курсқа сен өзің келген жоқсың, папаңмен келдің. Әкең бірге ертіп алып келіп, курсқа мен қызымды жазыңыз, ол оқиды деп сөйлеп айтқан болатын. Сонда мен түсінгенім бойынша курсқа негізі өз еркіңмен келген жоқсың. Иә, өз еркіммен келген жоқпын. Негізі оқығымда келген жоқ. Жұмыстан шыға салысымен. Жүр, анда барып келейік. Может оқырсың, может кісі аз болар. Мен сияқты әңгімелер болды. Келіп, сразу тек ақшаны төлеп кеттік қой, курстың ақшасын. Негізі солай болды, бір күннің ішінде тез шешім қабылдап, әкесінің қалауы бойынша оқыдың да? Иә. Енді курс барысында сенің тарапынан негізі қатты ондай белсенділікте болған жоқ. Өйткені өз еркіңмен келмеген көрініп тұрды. Бір тендер өттің, ол тендер қандай еді? Бахилымен болатын. 3800 теңгеге. 3800 теңге жалпы суммасы ма? Иә, жалпы суммасы. Жалпы суммасы 3800 теңгенің бахиласын өттің. Қайда? 1800 теңге. 1800 теңге. Бұл енді өзіңе опыт ретінде көрген боларсың. Практика жүзінде көргіміз келді. Практика көрдің, 3800 теңге табысқа шықтың. Одан кейін, курстан кейін ары қарай тендер мәселесі қалай болды? Бұдан кейін негізі тағы бір рет бахилымен қатысқан болатынмын. 120 мыңға мекен шығып тұрды бахилымен, 9 мың штукпен. Соған қатысып көрдім. 106 мың бекен. Сондай сумма қойған болатын. Содан 32 мыңға, 34 мыңға табыс. 34 мың теңге табыс шықтың. Тендерді жабуға қанша уақытың кетті? 3 күн ғой. 3 күн уақытың кетті. 3 күннің ішінде былай айтқан кезде 34 мың теңге пайдаға шықты. Бахила сенің бір бағытыңның, нишаның бір түрі болды ма сонда? Иә. Енді одан кейін қандай салаларда жұмыс жасадың тендер мәселесі? Одан кейін запчастилармен болды. Жаңағы мотордың майы, гидравлика деген сияқты. Енді қыз балаға запчастьмен айналысу қалай сізге? Жоқ, енді папам болғасын көмектеседі ғой, ер адам болу керек қасыңызда. Көмек болды да әкеңіздің тарапынан. Бірінші айда табысыңыз? 1.950.000 болды. 1.950.000. Мінекей тамаша табыс өзі. Одан кейін енді не болды ма сізде? Ынта болды ма? 1.950.000-ға табысқа шыққаннан кейін? 1.900.000-ға шыққаннан кейін, иә. Не болады ғой? Адам қанша ақша тапса да, соған риза болмайды да, алға қарап та жүре бергісі келеді, көбірек тапқысы келеді. Сосын бір күні отырамын деп, неге тендермен айналыспасқа? Достар, басынан бастап ютубтың бәрін ақтарып қараймын ғой. Іле саған жаңағы ютубта каналыңызға кіріп, сабақтарын бәрін басынан бастап көремін. Каждый бірақ тендер отқан сайын қарап отырамын ғой.
ұмытып қалған жерлерім болса жаңағыдай қарап алып содан кейін соның арқасында негізі табысқа шықтың, жақсы. Иә. Енді одан кейін тағы қандай салаларда жұмыс жасадың? Өткен айтқан әңгімелерің бойынша крупный үлкен тендерлар отқан екенсің. Солармен біздің оқырмандарға бөлісе кетсең. Негізі госзакуппен емес, ар жағында самұрықпен де айналысуға болады. Самұрықты негізі өзімнің әкем оқыған. Сол кісі негізі басында үйреткен, негізі госзакупты үйренгеннен кейін самұрық ар жағында оңай екен. Оңай болып кетеді. Иә, оңай болып кетеді. Былай айтқан кезде госзакуп основа ғой, ең бастап кетуге. Сол самұрықпен темір жол жөндеуден запчастылары толғанбыз. Ол жерде табыс? 3 миллион 700 мыңдай екен. 3 миллион 700 мыңдай табыс. Енді қазіргі таңда айлық табысың қанша болып отыр? Таза пайда қалтаңа түседі? 1,2 миллион 2 миллионға дейінгі аралықта. 1,2 миллионға дейінгі аралықта. Тамаша. Енді біздің шәкірттеріміздің арасында үздіктердің қатарында келе жатқан Аружан деп айтсақ та болады. Сенде ИП ма, әлде ТО ма? ИП. ИП-мен айналысасыздар да? Неше ИП-мен жұмыс жасап отырсыз? Бір ИП-мен де? Иә. Тамаша. Біздің оқырмандардың арасында, біздің шәкірттеріміздің арасында бір емес, бірнеше ИП-мен жұмыс жасап отқан шәкірттеріміз де бар. Сол себепті болып отырмын. Жалпы өзіңіздің қолыңызда бар затты, сатылымда бар затыңызды, немесе қолдан келетін товар жұмысты тендерға кірістіруге бола ма, салуға бола ма? Әрине болады. Тендермен айналысуға, осы порталда отыруға, ноутбуктың алдында отыруға күніне неше сағаттың жұмсайсыз? 2 сағат. 2 сағат? Минимум 2 сағат. Күніне неше тендерға қатысасың? Бір күнде 3-4 тендер қатысам. 3-4 тендерға қатысасың? Иә, крупный суммалар. Көбінесе кішкентай суммалар қызық емес. Көбінесе үлкен суммаларға қатысасың. Үлкен деген айта кетсең, қандайдан басталады? Миллионнан 10 миллионға дейін аралықта. 10 миллионнан 10 миллион. Тамаша нәтиже. Енді алдағы уақытта тендермен ары қарай жалғастырам деген ойыңыз бар ма? Әлде бір уақытқа дейін жасап, тоқтатып қоям деген ой бар ма? Жоқ, негізі тендер деген мезгілге ештеңе қарамайды. Жасайын деген адамға болады жұмыс жасауға. Ақша табуға болады. Ақша табуға да болады. Енді жаңа айтып жатсың, өзінің сезондары бар деп. Сонда мысалға жазда жұмыс бар, қыста жұмысын тоқтап қала ма тендерде? Жоқ, ондай емес. Қыста товармен болады жұмыс жасауға, жеткізіп тастауға, услугамен болады. Сонда қыс мезгілінде әр мезгілдің, сіздерге оқырмандарға түсіндіре кетейік, әр мезгілдің өзіне лайықты тендерлары болады. Сондықтан да тендер ол мезгіл қарамайды. Кез келген уақытта 4 мезгіл бойынша жыл 12 ай тендерға қатыса білуіңізге болады. Дұрыс па? дұрыс. Енді біздің оқырмандарға айтатыныңыз, жолдауыңыз, ниетіңіз? Негізі тендермен негізі тоқтап қалмау керек. Оқыдым, жарайды осы. Кейбір адамдар болады ғой, оқуын оқып алады да. Айналыспай қалады. Иә, менде де болды ондай негізі. Оқып алып, айналыспай қалып жатқан адамдар да бар. Оқып алып, 200 мың, 30 мың теңге ақшамыз болды. Қазір ақша деген көбірек тапқым келеді ғой. Не істеп, 30 мыңмен тоқтап қалғым келмейді. Менде де болды. Менде 1 ай көлемінде ойланып жүрген шығармын. Ой, қоя салайын, жарайды, болды. Ақша жоқ қой деп. Жайлап, үйдегілердің поддержкасымен алға қарай тартылып, көп жұмыс жасағым келеді, ақша көбірек тапқым келеді, қыдырғым келеді, жүргім келеді. Сосын тендермен негізі болады көп жұмыс істеуге, ақша табуға, тендермен тек шектеліп қалуға болмайды. Енді былай айтқан кезде уақыт өте келе тәжірибе жиналып, одан ары қарай уақытпен үлкен суммаларға да өтіп, үлкен белестерге бағындыруға болады. Енді мына жерде ақша деп жатыр. Бұл енді ақшаға құныққан емес, бірақ та қазіргі заманда өздеріңіз білесіздер, ақшамен барлық
жерге ақшамен керек, бір жерге барайын десең де ақша, бірдеңе сатып алайын десең де ақша. Сондықтан да Қазір ақшаның больницаға барып қаралудың өзі ақша ғой. ақшаның көптігі ешқашан артық етпейді. Артық етпейді. Иә. Былай айтқан кезде финансовый независимый дейді ғой, қаржылай тәуелді болмауға әрқайсымыз тырысамыз. Енді сіздерге де сәттілік тілейміз. Осы секілді біздің қарындастарымыз жасап жатқан жұмысты осылай тендермен арқылы тауып жатқан табысы сіздерге де табуға тілейміз. Енді тек тендер емес, кез келген салада да ниет болса, адал табыс болса, әрине нәтиже болады. Бай боласыз, қуатты боласыз. Сондықтан да тек тоқтап қалмаңыздар. Істеріңізге береке берсін. Біздің енді алдағы уақытта тағы да салатын видеоларымызды үзбей қарап отырыңыздар. Осындай шәкірттеріміздің нәтижелерімен тағы да бөлісетін боламыз. Аружан, рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге. Сәттілік. Енді келесі видео одан да көп табыс туралы айтатын видео болсын. Папкамен келемін. Папкамен нәтижемен көрсетіп. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз.